Армысыздар, қазақ елі. Киевте адам қолынан, яғни қастандықпен өлтірілген Айдос Садықовтың өліміне қатысты Қазақстан билігі, яғни құзырлы органдар әлі күнге дейін жақ ашып, нақты ештеңе айтқан жоқ. Енді міне әне-міне дегенше, көз жұмғанша қырқыды жақындап қалды, өте шығады ол да. Енді осыған байланысты біздің Қазақстанның бас прокуратурасы болсын, басқа да ішкі істер министрлігі болсын, бірде-біреуінің ештеңе айтпауы бұл түсініксіз жағдай болып отыр. Республика порталы бас прокуратураға сұрау салған екен, қандай өзгерістер бар, тергеу басталды ма деген сияқты. Алайда біздің бас прокуратура, еліміздің Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы болса, Айдос Садықовтың өлгеніне байланысты ешқандай да құжат әлі бізге Украинадан келген жоқ, растайтын дейді. Яғни Айдос Садықовтың өлгеніне бір күмән келтіріп отырған сияқты. Бұл енді ойға қонбайтын, өте надан жауап ретінде айтуға болады. Себебі Айдос Садықовтың қаза болғандығын, оның денесін жер қойнауына тастаған барлығын тікелей эфирден және бүкіл әлем көріп отыр, тек біз ғана емес. Енді нақты оның өлгеніне күмән келтіріп осындай жауап беруі бұл не мазақ қылғандығы. Және осы келердің қасында, яғни Мейрам Қаратаевтың қасында болған Айдос Жақынбаев өз еркімен берілді емес пе біздің еліміздің құзырлы органына? Ол не дейді, ол қандай жауап айтады, не үшін өлтіріпті, кім тапсырыс беріпті? Міне барлығы құпия түрде қалып отқандығын біз анық түрде байқап отырмыз осы Айдос Садықовтың өліміне байланысты. Және тағы да бір көптеген сұрақ туындап жатыр. Сол сұрақтың бірі Мейрам Қаратаевқа байланысты. Яғни ол ұшты-көлі қайда кетті? Түркияға барғаннан кейін оны ұстады ма Қазақстан билігі? Мүмкін өз еркімен берілген шығар. Неге ол туралы жақ ашпайды? Оны іздеп жатыр ма? Қандай тергеу амалдары болып жатыр? Ұсталған болса, және мына Айдос Жақынбаев қандай өзінің жауаптарын берді? Неге осыға байланысты Қазақстан билігі үнсіз қалып отыр? Қазақстан билігі, құзырлы органдар үнсіз қалған сайын осы Айдос Садықовтың өліміне байланысты күдіктің көбейе түсетіндігі баршамызға белгілі. Әділ тергеу болу керек. Оған кім тапсырма берді? Бұлардың осы Қазақстаннан Киевке баруына және Қазақстанның азаматы ретінде емес, өзге елдің, яғни біреу Румынияның құжатын алған, енді екінші бірінің қандай құжаттармен жүргендігі белгісіз. Ол құжаттарды қалай жасады? Оған кім жасап берді? Яғни бұл екеуінің артында, киллерлердің артында бір үлкен топтың тұрғандығы белгілі емес пе? Былай ойлап қарасаңыз, өйткені ол жаққа Киевке бару, өзге елдің құжатын дайындап алу, оның барлығы қыруар қаржы. Біреу жұмсамағанның өзінде бұл екі киллерге, екі азаматқа Айдос Садықовтай азаматты өлтірудің не керегі бар еді? Міне осындай сұрақтар өте көп. Осыған Қазақстан билігі жауап беру керек және тергеуге байланысты қандай да мәліметтер болса ашық түрде айту керек деп есептейміз. Айдос Садықовтың өліміне тек Қазақстан азаматтары ғана емес, бүкіл әлем алаңдап отыр. Әлемдік деңгейдегі құқық қорғаушылар, құқық қорғау ұйымдары барлығы алаңдап және талап қойып отыр әділ түрде тергеу болуын. Енді бұл масқара жағдай ғой, Қазақстанның азаматтары өзінің азаматын өзге елде атып тастау деген. Осындай жағдай болған, енді дәл мұндай болмаса да, кезінде Сауд Арабиясында Түркияның журналистін атып өлтірген болатын қастандықпен, бірақ ол кезде Сауд Арабиясының өзінен көрген болатын күдікті, бүкіл әлем сол кезде шулаған болатын. Айдос Садықовтың өлімі де дәл сондай. Бірақ ең сорақысы өзіміздің еліміздің адамдары шындықты айтып жүрген, ел үшін, жер үшін күресіп жүрген азаматтарды атып тастауы. Бұл ұлтқа жасалған қастандық емес пе? Не болса да, қандай жағдай болса да, әділ тергеу жүргізіліп, осыған кім кінәлі? Кім бұйрық берді? Айдос Садықовтың өлімі кімге керек болды? Оның өлімі кім үшін маңызды болды? Міне, сол адам өз жазасын алу керек деп есептейміз.